Қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін еріктілер саны жыл санап артып келеді. Қасиетті Рамазан айында да волонтерлер жақсылық жасап жүр. Мысалы, ауызашар уақытында кептелісте тұрған жүргізушілерге су мен құрма таратады екен. Қайырлы таң көрермен, бүгін біз еріктілермен бірге игі іске ат салысуды көздедік. Ендеше кеттік. Алдымен еріктілер бөтелкеге ізгі тілек жазылған қағаз жабыстырды. Содан соң аталмыш шараны өткізу орны ретінде белгіленген жолдың екі бағытына қатынайтын көліктерді тоқтатып, су мен құрма таратты. Ал ораза ұстауды ниет етіп, ауыз бекіткен азаматтар мұндай тартуға дән риза. Жас отан жастар қанаты филиалдары Рамазан айында осы Алматы қаласында қала кептелістерінде құрма мен су таратудамыз. Жалпы бұған аудандық спонсорлар, аудан волонтерлары ат салысып осы іс-шараны ұйымдастырудамыз. Жалпы бұл іс-шара Аманат партиясының өзіндік жобасы бар, қамқоршым атты. Сол жоба аясында өтіліп жатыр. Жалпы су мен құрма тарату осы бүгінге дейін осы Алтын Орда, яғни Алтын Орданы осы қаладағы қала тұрғындарының көбісі біледі. Онда кептеліс өте ұзақ тұрады. Кептелісте тұрған ораза ұстаған жандарға, яғни су мен құрма таратылып, яғни ауыз ашуына септігін тигізіп жатыр. Ерікті болу ешқандай материалдық қажеттілікті өтемейді. Бірақ сіз мына волонтер жастардай алғыс алып батаға кенелесіз. Ал біздің халық бата балаға мәңгі құт демей ме? Рамазан айында жасалған жақсылықтың сауабы мол болады дегендеше жақсы іс жасап, сауап жинап жарысайық. Ораза қабыл болсын. Құрма.